Рахметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің зертханалық сабағымыздың тақырыбы органикалық химия зертханасындағы қауіпсіздік ережесімен танысу. Көбінесе біздің органикалық химиядағы заттарымыздың бәрі иісті әрі жаңғыш болып келеді. Сол үшін иісін иіскейтін кезде бірденен иіскеуге болмайды, ақырын ғана біз желпіп иіскеуіміз керек. Екіншіден, кез келген органикалық заттар жанатын сондай бір қопарылғыш жағдайда туғызатын болса, тартпа шкаптың астында арнайы топырақ және де матадан жасалған бір жамылғы болады. Сонымен біз өшіре аламыз. Органикалық химия зертханасындағы тағы да қандай қауіпсіздік ережелерін білесіздер? Органикалық заттармен жұмыс жасаған кезде біз мұқият болуымыз керек, себебі органикалық заттар бізде көбінесе улы, жаңғыш болып келеді. Реагенттерді қолданар алдында біз ең алдымен зертханалық кабинетке кірген кезде ақ халатпен кіруіміз керек, қажет жағдайда маска және де көзілдірік тағуымыз керек. Реагенттерге келетін болсақ, органикалық заттармен жұмыс жасаған кезде белгілі бір қышқылды сұйылтатын болсақ, біз қышқылды суға баяу қосуымыз керек, керісінше емес. Егер де біз қышқылға су қосатын болсақ, ол бізде қопарылыс беруі мүмкін. Көбінесе бізде органикалық реагенттермен жұмыс жасағанда тартпа шкафтарда жұмыс жасалады. Егер де органикалық реагентіміз жанғыш зат болатын болса, біз оны қыздырған кезде жаңағыдай ашық тұрған оттан қыздырып тұратын бізде электр түрлі заттарынан алыс ұстауымыз керек. Себебі ол кезде бізде жаңағыдай қопарылыс беріп жарылыстар туындауы мүмкін. Және де реагенттермен жұмыс жасаған кезде белгілі бір реагентті пайдаланатынан алдын біз оның пайдаланатын кезде қақпағын ашып, қайтадан сразу жауып қоюымыз керек. Яғни ол бізде құрамында ұшқыш заттар болатын болса, олар ұшып ауаға таралып кетеді. Соның әсерінен біз уланып қалуымыз мүмкін. Және де осы реагенттермен жұмыс жасаған кезде біз реагентті егер де артық мөлшерде алып қоятын болсақ, оны қайтадан біз бастапқы реагентке әкеліп құюға болмайды. Дұрыс айтасыз, әрине. Келесі тағы да қауіпсіздік ережесін кім айтады? Тағы қандай қауіпсіздік ережелері бар екен? Жалпы органикалық химияда реактивтермен жұмыс жасаған кезде міндетті түрде жалпы химияда сынауықтардың барлығының жасалатын құрал жабдықтардың барлығының таза болуы және де алынған реагенттердің құрамы да толығымен таза болуы міндетті түрде маңызды. Және де реакция жасау барысында алынған сынауықтың тазалығына ең бірінші қараймыз, және де құрғақтығы маңызды түрде болуы керек. Одан кейін бар пипеткамен алынған затты біз пипеткамен немесе қасықпен арқылы қосамыз ғой. Алынған затты қасықпен қосқан кезде оны қайттан өзінің ыдысына қайттан құюға болмайды, себебі әрекеттесіп басқа да қосымша заттар түзіліп кетуі мүмкін. Одан кейін барып жүру барысында бізде реакция жүру барысында бізде әртүрлі иістер немесе әртүрлі газдар бөлінеді. Олардың біз иісін білген кезде міндетті түрде тікелей иіскеуге болмайды, төбесінен иіскеуге болмайды, тек қана қолмен былай ғана иіскеу керек. Міндетті түрде қыздардың шаштары жинақы және де толығымен жинақы болу керек. Қол, жең, білек түрілген және де ақ халатта болу керек. Себебі ол бөлінген элементтер, реагенттер біздің киімімізге сіңетін болса, будущем болашақта бір теріс әсерін тигізуі мүмкін. Өте жақсы, рахмет. Келесі таңда қандай қауіпсіздік ережелерін білесіздер? Техникалық қауіпсіздік ережесі кезінде бізде химия сабағында кабинетке бөтен адамдардың кіруіне рұқсат етілмейді. Сонымен қатар жұмыс жасау барысында қауіпсіздікті жұмыс орнында тәртіп пен тазалықты сақтау керек. Техникалық қауіпсіздік ережелерін орындау керек. Сонымен бірге реактивтер сыртқа шығаруға, пайдаланусыз немесе оларды босқа қолдануға бізде тыйым салынады. Спиртшамды қолданған кезде міндетті түрде тартпа шкафтың астында жасауымыз қажет. Сонымен қатар спиртшамды қолданарда тек мұғалімнің рұқсатымен қолдануымыз керек. Оны жағардың алдында оның қақпағын ашып, міндетті түрде ұзын сіріңкені пайдалануымыз керек, немесе арнайы тұтатқышты қолдануымыз қажет. Сонымен қатар спиртшамды қолданатын кезде сынауықты тек ұзын күйінде пайдалануымыз керек. Бір орында тоқтап ұзақ қыздыруымызға болмайды. Ол кезде біздің сынауымыз жарылып кетуі мүмкін. Сонымен қатар спиртшамды үрлеп өшіруімізге болмайды. Ондай жағдайда біздің қолымыз немесе халатымыз күйіп кетуі мүмкін. Сол себепті спиртшамды арнайы өзінің ыдысымен, табақшамен жауып сөндіруіміз қажет. Қыздырылған сынауымызды үстелдің үстіне бірден қоюымызға болмайды, оның ыстық екенін ескеруіміз қажет. Алынған реактивті сынауға құйғаннан кейін оны қайтадан өзінің ыдысына құюымызға болмайды, өйткені басқа реагенттермен қосылып кетуі мүмкін. Алушылар, бүгін біздің бірінші зертханалық сабағымыз органикалық химия зертханасымен толық сіздер таныстыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Қауіпсіздік ережесімен сіздер толық таныстыңыздар. Келесі зертханалық сабағымызға дайынсыздар. Сұрақтарыңыз болса, бар ма сұрақтарыңыз? Түсінікті болса, осымен
Хош, сау болыңыздар.